Батыс Қазақстан облыстық тарихи өлкетану музейі көне кітаптар мен қолжазбалар, фотосуреттерді жинау жобасын қолға алды. Ондағы мақсат тарихи маңызы бар жәдігерлерді жинастырып, ұрпаққа аманаттау. Музейде өткен жобаның таныстырылымына тарихшылар, өлкетанушылар, бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері жиналып пікір алмасты. Халық арасында көненің көзіндей сақтап жүрген тарихи маңызы зор дүниелер аз емес. Сондықтан жаңа жоба жекелеген адамдардың қолындағы құнды заттарды жинақтап, ұрпаққа аманаттауды мақсат етеді. Осы орайда алғашқы жәдігерлерді музейге оның директоры Жантас Сафулиннің өзі табыс етті. Ғұмар Қарашқа қатысты құжаттарды оған кезінде ағартушының немересі табыстаған еді. Аталған материалдар алаш қайраткеріне арнаған 3 томдық жинақтың шығуына да себепші болды. Ғұмар Қараш атамыздың туған немересі Надия Қарашеваның жинаған мәліметтері ол кісі өмір бойы жинаған. Және енді мына совет үкіметі кезінде цензураның рұқсаты болмады ол кісіні насихаттауға. Сондықтан мына жинаушылардың өзі сол немересіне берген. Сіздің қолыңызда болсын деп. Енді кейін ол кісі Мәскеуде тұрды ұзақ уақыт. Мына қазақ қоғамынан алыстау болып қалды ғой. Содан кейін мына Жантас Набиәліұлы барған кезде ол кісі өте қатты қуанып, сол қолына тапсырды. Енді біз оны бәрін қарап, мүмкіндігінше толық пайдаландық. Бұл өте құнды деректер болды. Жоба аясында облыстағы барлық музейлерде жауапты мамандар белгіленеді. Олар тұрғындар тапсырған көне кітаптар мен қолжазбаларды, фотосуреттерді жинақтайды. Жәдігерлер ғылыми сараптамадан өткізіліп, тиісті құжаттармен рәсімделеді. Содан соң экспозициялар мен көрмелерде көрсетіліп, ғылыми айналымға енгізіледі. Себебі мына қағаздың өзінің уақыты шектеулі, олар уақыт өте келіп тозады, материалдардың барлығы жойылып кетеді. Сондықтан да бұларды уақытында жинақтап алсақ, біз солардың барлығын халықтың қазынасына игілігіне айналдырамыз. Себебі бұрынғы біздің әліпбилеріміздің бірнеше рет ауысуы, осыған дейінгі ата-бабамыздың оқыған кітаптары, жазбалары бүгінгі ұрпақ оқи алмайтын деңгейде қалып қойды. Біз сол ескілікті қолжазбаларды, кітаптарды алып, олардың қандай мазмұнда екендігін анықтап, олардың көшірмесін жасап, ішіндегі маңызды мазмұнды келесі буын ұрпаққа тәрбиелік мәні зорларды зерттеп, алдағы уақытта жаңағы қайта келесі ұрпаққа ұсынатын боламыз. Шара барысында өлкетанушы Ахмедияр Батырханов та жеке қорындағы тарихи құжаттарды музейге табыс етті. Кездесуге жиналғандар жоба турасында пікір алмасып, тарихты түгендеудегі мән-маңызын атап өтті. Рауан Делей, Айболат Жағыпар, Асылбек Әбекенов, Ақ Жайық ақпарат.